Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар, құрметті аналар. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз қиын балалармен қалай жұмыс жасауға болады және қиын балалар қандай жағдайда пайда болады деген сұрақтар. Ең алдымен бала дүниеге келген сәтінен бастап ата-анаға тәуелді болады. Оның ішінде сәби кезінде бала анаға тәуелді болады. Себебі анасы оны тамақтандырады, көптеген қажеттіліктерін жасайды. Сонымен қатар оның физиологиялық дамуында қолдау көрсетеді. Негізінде бала оғашқылық жасау арқылы ата-ананың болмаса өзінің жақындарын өзіне солай аудартады. Сондықтан оның ең алғашқы қарсы оғаш әрекеттерін бала 3 айлығынан бастап жасайды. Мысалға, үйдегі нәрестенің қолын ұрғылауы, аяғын төмпештеуі, тепкілеуі деген сияқты іс-әрекеттер жасаса, сонымен қатар кез келген қолы жететін нәрсені алуға тырысуы, қолына ұстап алу деген сияқты оғашқылықтар жасайды. Осындай кезде үлкендер, үйдің үлкендері, не болмаса ата-анасы бірден бар назарын сол балаға аударады. Осылай ата-ананың вниманиесін алуға тырысады. Көп жағдайда кейбір ата-аналар бар, гиперопека жасайтын ата-аналар бар. Олар ата-аналар болуы мүмкін, не болмаса үйдің басқа да отбасы мүшелері, ол атасы, әжесі болуы мүмкін. Ондай ата-аналар, гиперопека жасайтын ата-аналар баланың талабын бірденнен орындауға тырысады. Не болмаса мүлдем ол жағдайына баланың назарына іліге қоймайды. Осы кезде тәрбиенің екі түрлі варианты бар, екі вариантын ұсынамын. Ең бірінші, шектен тыс ескертулер айтатын ата-аналар кездеседі. Бұндай ата-аналардың балалары эмоциясын іштен ұстап, кейіннен барып шығаратын өте ашуланшақ, агрессивті балалар болып келеді. Бұндай отбасыдағы балалар агрессивті әкенің рөлін қайталайды, және сол агрессивті әкені қоршаған ортасына айқындап көрсетіп беру мүмкін. Бұл бойына сіңіп өскен бала оны балабақшада қайталайды және мектепте қайталайды, қандай да бір ортасында қайталайды. Осылай бала өзінің өмірінде негативті эмоция қалыптастырып алады. Бұл негативті эмоция, ашулану, баланың үлкен өмірінде көптеген кедергілерге душар етеді. Енді екінші варианты ол ұл балаларға қатысты, яғни ата-ана баланың эмоциясына мүлдем көңіл бөлмей қоюы мүмкін. Бұндай эмоцияға көңіл бөлмей қойған ұл балалары да кездеседі, яғни ұл балалар ананың эмоциясына зәру болады. Солай ананың көңілін аударту үшін көптеген балалар оғашқылықтар жасап жатады. Кейбір балалар біздің қоғамымызда, біздің елімізде көптеген балалар қараусыз қалып жатыр. Оның ішінде кішкентай жасынан бастап ананың қарауынсыз қалып кеткен балалар кездесіп жатады. Осындай балалардан қиын балалар туындауы мүмкін. Ол қиын балалар қалай пайда болады? Яғни өзінің анасының, болмаса жақын туысқандарының, жақындарының, яғни қамқорлықта жүрген, қамқорлыққа алған адамның көңілін, назарын өзіне солай жайсыз іс-әрекеттер арқылы жасауы мүмкін, қаратуы мүмкін. Яғни ананың назарына ілікпеген, ананың вниманиесіне жетпеген бала, ол томаға тұйық, не болмаса мазасыз, не болмаса барлығына көнбіс, не айтсаң да мақұл деп соңынан еріп жүріп кете беретін көнбіс бала болуы мүмкін. Қандай да бір жағдайға тап болған бала өзінің талабы орындалмай қалса, оны эмоциясы арқылы қырсығып көрсетуі мүмкін. Осы психологиялық комфортты қалпына келтірудің екі жолы бар. Бірі болған жағдайды өзі бақылауына алып, өз қалауына қарай сол бағытқа бұра алады.
және қандай да бір жағдайға тап болмасын, оны сабырлы түрде өзінің бойындағы, өзінің ойында тұрған жайсыз эмоцияны, негативті эмоцияны ішінде ұстап, сабырлы болып дұрыс қабылдай алуы. Сәби кезінде бұлай өзін-өзі басқару қолынан келмейді. Сол себепті жағдайды басқа жаққа аудартпас үшін құлақ аспай, жылап, қарсы көрсету мүмкін өзіне. Ерте ме кеш пе ата-ана ол қылығын бәрібір қабылдауға тырысады. Бірақ кейбір ата-аналар дұрыс қабылдайды, кейбір ата-аналар қабылдамай, оған ары қарай шектен тыс тыйымдар айтып, шектен тыс шектеу қойып тастауы мүмкін. Тыйым сөздер айтып, мысалға. Осы кезде балада шектен тыс тыйым сөздер айтып, шектен тыс, қалай айтсам болады, запрет. Қандай жағдай нәрсе істесе де запрет қоя беретін болса, бала сондай бір жағдайда өзін кінәлағыш болып келеді. Яғни белгілі себеп болсын, белгісіз себеп болсын, өзін кінәлағыш, самооценкасы жоқ болып өсуі мүмкін. Кейбір балалар ата-ананың назарына ілігу үшін қандай да бір ішкі эмоциясын, ішкі агрессиясын өзінің ішіне тығып жүруі мүмкін. Ол кезде қобалжулар, қорқақтықтар пайда болады. Яғни қорқыныш, қобалжу пайда болады. Оның бір себебі жазаланудан қорқу, не болмаса ата-ананы ренжітіп алу, не болмаса ата-ананың қолдауынсыз қалып кетуден қорқады. Яғни былайынша айтқанда, біз балаға шектен тыс запрет қою арқылы оның эмоциясын, іштегі эмоциясын, қандай да бір жағдайға тап болған эмоциясын уақытында ойдағыдай шығара алмай қалса, біз оған қорқыныш береміз, сенімсіздік береміз, өзіне деген сенімсіздікті ұялатады. Яғни болатын жағдай болса да, болмайтын жағдай болса да, өзін кінәлі сезініп, өзін ары қарай қобалжытып, сенімсіздік тудырады, өзіне деген сенімсіздікті жоғалтады, былайынша айтқанда бала. Сонымен қатар біздің қоғамымызда тәрбиелі адам ол ашуын көрсетпейтін адам деп санайды. Бірақ негізінде ашуды кез келген уақытта сабырмен дұрыс көрсете білу керек. Яғни біз ашуымызды іштен шығармай, өзімізге жинай беретін болсақ, ол бір күні жиналып, біз ашулы тұрған банкаға айналамыз. Ол кез келген уақытта жарылуы мүмкін. Ол бомба, ол банка кез келген уақытта ашылуы мүмкін. Және сөйтіп ол жан-жағын, айналасын травить етуі мүмкін, мысалға. Сол үшін, сол себепті эмоцияны дұрыс басқара білу керек, эмоцияны дұрыс жерде, дұрыс жағдайда шығара білу керек. Қандай да бір негативті эмоция болса, жағдайға қарай өзін басқарып, сабырлы түрде шығара білу керек. Балаға өзін бақылауды қалыптастыру үшін ең алдымен ол өзінің сезімдерін түсіне білу керек. Яғни бұл баланың басына түскен жағдайда қандай бір жағдай болып қалса, ситуация мысалға болады ғой, мектепте болады, ондай жағымсыз ситуация, балабақшада болады, оқу орнында болады, кез келген өзінің араласатын ортасында болады. Осындай кезде өзінің эмоциясын іштен бақылап басқара алу керек. Яғни өзінің эмоциясын дұрыс түсіне білу керек бала. Осы дағдыны қалыптастыру үшін менде бір ойын түрі бар. Ол ойын сахнадағы ашу деп аталады. Яғни бұл сахнадағы ашу деп аталатын ойын, ол өзінің ашуы болсын, жоқ болмаса басқа біреудің ашуы болсын, оны тура сол мезетте сахналап бере алса болады, қойылым жасап беру керек та, былайынша айтқанда. Мысалға, ол қалай болады? Адам ашуланса қандай болады деген бірінші сұрақ. Одан кейін ол кім болып ойнайды? Ол актер ма, жоқ әлде жануардың рөлінде түсіп көрсетеді ма өзінің ашуын, не болмаса досының ашуын деген сияқты. Және бұл кейіпкерге бірнеше сұрақтар қою керек.
оның киімі қандай, оны ұстап көргенде қандай, мысалға ыстық па, суық па, қатты ма, жұмсақ па деген сияқты. Және оны қандай дауыспен көрсете аласың, қандай интонация арқылы көрсете аласың, және ол қалай қозғалады. Осы 5 түрлі сұрақты бір қойылымға шығарып, бала өзінің ашуын, эмоциясын сахналап бере алса, не болмаса досының эмоциясын, ашуланғанын сахналап бере алса, онда өзінің ашуын, өзінің эмоциясын, негативті ойларын тежей алады, яғни өзін басқара алады деген сөз. Егер қаламаса, сахналауды қаламаса, бала өзінің ашуын суретке салып беруіне болады. Бұл ойынның жақсы тұсы, бала өзін өзі басқаруды, өзінің эмоциясын басқаруды үйренеді. Яғни кез келген жағдайда, кез келген ситуацияда, басына түскен қиын жағдайда қалай сабырлы болу керек, қалай қабылдау керек, яғни болған оқиғаны қалай қабылдау керек, сонымен қатар ол оқиғаға қандай жауап айта алу керектігін бала үйренеді. Былайша айтқанда, самоконтрольға үйренеді бала.